41 өтірік. Ағайынды 3 жігіт орманға барып отын кеседі. Түскі ас ішетін уақыт болады. Жігіттер ас пісіруге кіріседі. Табаққа су құяды да оны отқа қоймақшы болады. Бірақ от тұтатарлық ештеңе жоқ. Олардың бірде-бір не шақпақ, не сіріңке алып шықпапты. Сөйтіп олар жан-жаққа көз тастап, ағаштардың арғы жағынан жанған отты және оттың жанында отырған бір шалды көреді. Жігіттердің ең үлкені шалға барады да, атай, отыңыздан беріңізші деп сұрайды. Ең алдымен 41 өтірік айтсаң беремін деп жауап қайтарады шал. Жігіт тұрып бірде-бір өтірік ойластыра алмайды. Сөйтіп ол бос қайтады. Шалға ортаншы жігіт келеді. Атай, от беріңізші. Егер 41 өтірік айтсаң беремін дейді шал. Жігіт бірде-бір өтірік ойластыра алмайды. Туыстарына ол 30 оралды. Шалға жігіттердің ең кішісі барды. Атай, дейді жігіт шалға. Біз ағайынды жігіттер түскі тамақ пісірейік деп едік. Отымыз жоқ, от беріңізші. Егер 41 өтірік айтсаң, дейді шал. От беремін. Оған қоса қазан мен оған пісіп тұрған үйректің етін беремін дейді. Жарайды деп жігіт келсе кетеді. Сізге 41 өтірік айтамын, тек ақсақал, ашуланбаңыз. Кім өтірікке ашуланады? Онда жарайды, тыңдай беріңіз. Біздің әкемізден 3 ұл туыпты. Бірімізден соң біріміз өле беріппіз. Содан 7 адам қалыппыз. Ағайынды 7 жігіттің біреуі саңырау, екіншісі соқыр, үшіншісі ақсақ, төртіншісі қолы жоқ шолақ, бесіншісі тыр жалаңаш, үстіне киер лыпасы жоқ еді. Бірде біздер қоян аулауға шықтық. Біз бір шоқ ағашты жіппен шырмап тастадық. Содан саңырау ағамыз қоянның сыбысын естіп қалды. Әне, ана жерде сыбдырлайды деп айғайлап жібереді. Ал соқыр ағамыз қоянды көріп қалды. Әне, ұстаңдар, жыраға тығылды деп айғайлайды ол. Сонда ақсақ ағамыз қуа жөнелді. Ол қоянды қуып жеткенше шолақ қол ағамыз оны ұстап алды. Тыр жалаңаш ағамыз қоянды етегіне салып үйге әкелді. Сөйтіп біз қоянды сойып, одан бір пұт май сылып алдық. Әкеміздің барлығымызға ортақ бір етігі болатын. Мен сол маймен әкемнің етігін майлай бастадым. Қанша майласам да сол май әкемнің сыңар етігіне майлауға ғана жетті. Майланбай қалған сыңары маған ашуланып, менен қашып кетті. Етік қашып барады. Мен оны қуып келемін. Етік жер астындағы қайдағы бір тесікке барып түсті де кетті. Нанның жұмсағынан жіп естім де етіктің соңынан мен де түстім. Сол жерде оны қолға түсірдім. Мен енді сыртқа шығып келе жатыр едім. Жібім үзілді де жер астына қайтадан құлап түстім. Жападан жалғыз сол тесікте отыра бердім. Көктем келді. Сол жерге тырна ұя салып, балапан басып шығарды. Әлгі тырналарға түлкі тиісе бастады. Бүгін біреуін әкетсе, ертеңіне екіншісін әкетеді, одан арғы күні үшіншісіне келеді. Сосын мен түлкіні қолға түсіруге тырыстым. Сөйтіп оны құйрығынан шап бердім. Түлкі қаша жөнелді. Мені тесіктен сүйрей тартты. Тесіктен шыққан кезде түлкінің құйрығы үзіліп кетті. Одан айырылып қалдым. Қолымда құйрығы қала берді. Мен әлгі құйрықты үйге әкеліп
қақ жарып едім, ішінде қағаз жатыр екен. Қағазды ашып көрсем, онда қазір семіз үйректі пісіріп өтірікті тыңдап отырған шал сенің әкеңе 10 пұт қара бидай беруі тиіс деп жазылған екен. Шіп-шикі өтірік деді деп ашуланды шал. Сіз өзіңіз өтірік айт дедіңіз ғой, дейді жігіттердің ең кішісі. Шалдың басқа амалы болмай отты қазанды үйректі беруіне тура келді.